Келесі жігіттер, мінекей, жамбастан бастап енді жіліктеуді бастаймыз. Жіліктеу процесі қалай басталады? Жамбастың өзі бізде 3 бөлікке бөлінеді. Жамбас жілік, мына жерде ортан жілік және асықты жілік. Асықты жілік деп айтылатын себебі мына жерде асығы бар. Көріп тұрғандарыңызда, иә? Бұны бірінші қараймыз, сырттай қараймыз. Артық нәрселері бар ма, жоқ па? Мына жерде безі бар. Безі қалған екен, безін алып тастаймыз. Жамбаста қалған без. Неке көріп тұрғандарыңызды безде. Ал жеке алып қойайық. Енді жігіттер қай жерден қалай бөлеміз? Алдық. Асығының түбінен өзі бөлінген. Бағана ілдік қой, сондан бөлеміз. Төмен қарай бөлеміз. Өйткені асықты жілікке ет қалдыру керек, міндетті түрде еті болу керек. Төмен қарай түсірдік, және ки мына жерден былай бөлеміз. Бұл асықты жіліктің өзінің еті, бірге болатын ет. Бұны ал екінші, бұны көріп тұрғандарыңызда міне бүгіліп тұр ғой. Мына жерде асықты жілік. Ішінен көрсеңіздер де болады, мына жерде жілігі шығып тұр. Мына жақта екінші жіліктің басы тұр, ортан жіліктің басы. Сондықтан мына орта жұмсақ жерден бөлеміз. Жұмсақ жерден бөлсек, мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай, асықты жілік. Бұл асықты жілікті қалай бұзамыз? Бұл асықты жіліктің мына жағын жаймайлап тілеміз. Мінекей ортасынан тілдік, бұл тұздауға ыңғайлы, тұз сіну үшін. Және кейін мына жағын бір-екі осып қойсаңыз болады, тіліп қойсаңыз. Өйткені ішіне тұз саламыз, сол кезде өте керемет болады. Бұл асықты жілік. Келесі ортан жілік пен жамбасты бөлеміз. Бұл артық еттерді алып тастаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде ортан жілік келіп, жамбастың ортасында дөңгелегі бар. Мына ортан жіліктің ұшы соған келіп келеді. Көріпсіздер. Машинаның скоростьқа салатын емес, скоростьқа салатын құралы секілді. Енді бұны жамбасқа міндетті түрде ет қалдырамыз. Мінекей мына жерде жамбас болады. Жамбасты кесеміз. Не көріп тұрсыздар ма? Жамбастың ортан жіліктің жілігінің басы. Мынаны бүйтіп аударсаңыз да болады. Аударамыз. Кесеміз. Кесіп атырмыз. Міне, бұл жамбас. Жамбасты қай жерден білуге болады? Мына ортасындағы дөңгелегінен білуге болады. Бұл өте сыйлы қонақтарға, құдағиға, алыстан келген қонақтарға осы жамбасты асады. Келесі ортан жілік дейді. Ортан жілігіміз міне бұл. Бұны қалай бұзамыз? Бұны жілікке ет міндетті түрде қалдырамыз. Жіліктің кішкене жанынан аламыз. Кесеміз, е? Жілікке міндетті түрде ет қалдырамыз дедік қой. Сондықтан өстіп кесіп, мына жағын оспалап жүреміз. Бұл ілуге ыңғайлы болу керек, тұздаған ыңғайлы болу керек. Бұрынғы кезде апаларымыз, аталарымыз осылай оспалап, тұздап, сақтай білген бұл жілікті. Бұл да сыйлы қонақтарға тартылады, асылатын ет. Мінекей жамбасымыз дайын, бір жамбасымыз. Келесі екінші жамбасымыз. Екінші жамбасымыз да дәл сондай. Асықты жіліктің ортасына ұстаймыз. Төмен қарай кестік. Қатты түбіне кесудің керегі жоқ. Кішкене кессеңіз болды. Және мына жағына тағы да тілеміз. Жәнегідей жұмсақ жерін тауып аламыз. Және кесеміз. Мінекей. Асықты жілік. Асықты жілік дейтініміз асығы бар мына жерде ортасында. Бұның да басын бір осамыз. Тұзы сіну үшін. Жәнекей бұна жағына да бір-екі тығып аламыз. Тығып ортасында тұз сіндіреміз.
Бұл да дәл сондай артық нәрселер болса алып тастаймыз. Жәнеки жамбасының ұшын мына етті қалдырамыз. Мінекей мына жерде Асығын мына жағынан кесіп иә, асық мына иә, былай жатыр. Ауларып жатыр ғой. Жамбасының ұшы мына жақта. Мына жалғанған жерінің жамбасы үш жағын ортасынан кесіп. Иә. Жалғанған жерінің мына жақта көрініп тұр. Мына шабы бар ғой, шабының ортасынан мына құйрық етті бірге қалу керек мына жағында. Жамбасты былай артынан тіліп алсаңыз да болады. Өйткені етін қашырып алам десеңіз. Сосын аударып тілесіз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ешқандай қиындығы жоқ. Жамбас дегеніміз осындай болады. Иә, жамбас. Жамбаста көбіне осы ойығына қарап біледі ғой, ажыратады. Мінекей екінші жамбасымыз. Мынау ортанжылық дейді. Ортанжылықтың ішінде майы болады. Бұның майын кішкентай кезімізде, бала кезімізде ой-пой қаласып, төбелесіп, ұрысып, жылап жүріп алатынбыз ғой. Аталарымыз, апаларымыз кімді жақсы көреді, сол немересіне беретін. Жілікке ет қалдырған міндетті түрде дұрыс, өйткені жілікті кейбіреулер үйіне сыбаға ретінде алып кетіп жатады асқан кезде ше. Мына жерін тоже тілеміз, осамыз. Көрдіңіздер ме? Бұл осылған. Үстіне тұз сеуіп, тұзбен бұрыш, чеснокты араластырып тұздасаңыз, мінекей қандай керемет болады. Оның құпия рецептерін мен сіздерге беретін боламын. Біздің екі жамбасымыз мінекей бұзылу дайын. Келесі енді қол. Келесі бізде жігіттер, ендігі бұзатынымыз қол. Қолды түсіндіріп өтейін. Қол үшке бөлінеді. Жауырын, мінекей мынау жауырын, кіші жілік және кәрі жілік болып үшке бөлінеді. Бұны бірінші кәрі жіліктен бастап бұзамыз. Кәрі жілікті мінекей мына ортасынан, мына жауырынның жанында, жауырынның жаныңғы еті бұл кәрі жіліктің еті сыбағасы. Бұны осылай аламыз. Мына жерде былай бүксеңіздер аяқта көрініп тұрады. Осы жерден кесеміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жіліктің басы. Барлығы ап-анық көрініп тұр, түсінікті, өте қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Адам істегенде адам істейді. Сіздің де қолыңыздан келеді, міндетті түрде бір-екі рет қайталағансың. Бұл кәрі жілік. Кәрі жілікті бұны үлкен кісілерге береді. Жас кезімізде, бала кезімізде бізге ұстатпайтын. Бұл өте қатты болады. Кәрі жілік десе, кәрі жілік. Өйткені бұны ырымдайды қазақ атамыз. Ер бала жесе көпке дейін үйленбей жүріп қалады, қыз бала болса отырып қалады деп. Бұның екінші жағын осылай тіліп қоямыз. Осындай тілінген болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Мына жағын былай тілдік, келесі жағын былай тілдік, сонымен тұздалады. Бұл кәрі жілігіміз. Екінші кішкентай жілік. Кішкентай жілікті қалай бөлеміз? Міне көргендеріңіздей, мына жерде жіліктің басы, мынау жауырынның ұшы. Мына жерде безі болады. Безі міндетті түрде аласыздар ғой. Жауырын мен кіші жіліктің ортасында безі болады. Кішкентай ғана без, көзге көрінексіз. Кейбіреулер ой, кішкентай ғана без не болады деуі мүмкін, бірақ та бұл нәрсе өте дұрыс емес нәрсе. Аурудың барлығы осы. Ауру астан деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Сондықтан бұл нәрсені алу өте маңызды. Өте мұқият болыңыздар. Келесі не? Жауырынды бөлу үшін. Неге көріп тұрсыздар? Жауырынның үш жағы. Мынау кіші жіліктің ұшы, мынау жауырынның ұшы. Аккуратно бөлеміз. Жауырын мен кіші жілік бірігіп тұрады көбіне. Асқанда бөлік асады, бірақ бұл ілу үшін бұзған кезде осылай бұзады. Жауырын кіші жіліктің етін осамыз кішкене. Етін остық. Жақ беттерін кішкене
тіліп пышақпен тіліп қойса тұсыну үшін өйткені. Жауырынға келетін болсақ, мына жерінде шеміршегі болады. Бұл шеміршегін бүйтіп алып бөліп қоямыз. Аталарымыз өстіп, апаларымыз осылай бөледі. Бұл жауырынға қарап кезінде ауа райын болжаған. Тұстың жағынан екі осып жүреміз, өйткені тұз сыну керек. Мына ортасында сүйегі бар, жауырын. Бұл қолымыз дайын. Енді екінші қолды аламыз. Бұл да дәл сондай. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бірінші безін алып тастаймыз. Мына жерде ақ дейді, ақ безі. Бұл ақ без деген тамырды алып тастаймыз. Және мына жерде кішкене безі болады. Сонымен бірігіп алып тастаймыз. Жәнегідей тура аламыз, көтереміз. Мына жақ жұмсақ жағы, жауырынның бір жақ жанын аламыз. Сіздерге көрнекті болсын. Жауырын етін алдық. Енді жәнегідей бұзатымыз. Міне көріп тұрсыздар. Мына жерде кіші жіліктің ұшы. Мына жақ кәрі жілік, бүгілген жағы. Сол жерінен кесеміз ортасына. Мінекей көрдіңіздер ме? Енді кішкентай ғана жолын ұстап тұрады, сол жолынан тауып түссеңіз болғаны. Түсініксіз болса, жәнегі кадрды артқа айналдырып, ақырын замедлять етіп, баяулатып көріп алсаңыз болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Мынау кәржілігіміз жәнегі айтқан. Көбі бөледі. Әр жердің бұзуы әр түрлі. Бұл енді шығыстың, наймандардың бұзысы осындай болады. Келесі жауырын мен кіші жілік, жәнегідей ортасынан жұмсақ жермен бөлеміз. Барлығы ап-анық көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Жәнегідей етін осамыз. Бір-екі рет осып жүрейік. Кейбір үлкен қой болса, кіші жіліктің еті үлкен болады. Сол кезде етін алып, жеке алсаңыз болады. Ол кіші жілік қой. Ал жауырында жәнегідей шеміршегін кесіп қоямыз. Және бұл жауырында асып болғаннан кейін бұны аталарымыз ортасын бөлетін болған. Жолың ашылсын деген ырымдармен. Қазақ әрқашан ырымға берілген халық қой. Ырымдап жүреді, әрқашан жақсылық нәрсені тілеп жүреді. Үстің жағын екіге бөлдік. Бұл қолымызда дайын. Жігіттер, келесі омыртқалар, бел омыртқа және ұзын омыртқа. Жәнегі айтып өткенімдей, және біз бірден бөлшектеп жіліктедік қой. Мінекей мынау самолет дейді, бел омыртқасы. Бұдан ары қарай кететін ұзын омыртқа. Бұның ерекшелігі бір қанаты және ұзын болады. Ұзын омыртқа деп айтылатын себебі. Осылай екі-екіден бөлдік. Және бел омыртқаның ортасында өте керемет дәмді және пайдалы жұлыны болады. Бұл бөлінген дайын тұздауға әдемі. Келесі бізде қабырғамыз. Қабырғамыз. Қабырға 12-13-тен болады. Бір жағында 12, бір жағында 13. Бұны қайтып бөлеміз. Бұны ешқандай қиындығы жоқ. Екі қабырғадан тіліп отырамыз. Екі қабырғадан тілеміз. Қабырғаларды тілдік, және мына төбі жағындағы етін осып қойсақ болады. Тұздағанға ыңғайлы. Неге осамыз дейміз? Тұздағанға өте ыңғайлы болу үшін. Қабырғамыз осындай болып тұрады. Бұл дайын. Келесі қабырғамызда дәл солай істейміз. Екі-екіден бөлеміз. Және мына етін тіліп қойсақ болады. Бұны асып берген кезде екі-екіден берген. Кескен де оңай. Әдейі тіліп қоямыз, дайындап. Және келесі бұл төс деп айтылады. Бұл қабырғаның алдыңғы төбіңгі жағында бұл сүбе қабырғасы. Сүбе деп мына жерін айтамыз. Мына
шеміршектері мен сүбе қабырғасы болады. Ал мына жағы төс болады. Төсті атам қазақ бұны кімге берген? Әрине бұны күйеу баласына берген, Күйеу баласына берудің бір хикметін сіздерге айта кетейін. Бұл төсте өте керемет, бір ет бір май ғой бұл төсіміз деген. Төстің құдіреті сондай, бұрынғы кезде аталарымыз білген ғой бұның күшін. Бұны жеген кезде еркектің тестостероны өте мықты болады екен, өте күшті болады. Сол үшін әйелдерде, жұбайларда бағыну үшін еркектің ұлы сөздің ұяттығы жоқ дейді ғой. Еркек мықты болса, әйел ешқайда кетпейді. Бұл төсті төс етін алып алдық, Төс етін жеке алдық. Төс етін алдық. Енді мына жерде кішкентай бір желбіршегі болады. Осыны кесіп алып, аталарымыз бұны төбеге жабыстырып жататын. Енді біз бұны төбеге жабыстырмай ақ қояйық, бірақ та бұны бір стенаға жабыстырайық. Келесі. Бұл төсті қалай бөлеміз? Үстінен 1, 2, 3, 4-ке бөліп, мына жағынан бөлсек болады. Бұдан салы да жасайды, көп адам тұздап, чесноктап, бұрыштап қойып жатады. Және мына жағын екі-екіден бұны да бөлеміз. Шеміршек оңай бөлінеді ол. Екі-екіден. Тұз үсініп, енді ыдысқа сыю үшін, шағын болу үшін әдейі екіден бөледі. Бөлмесеңіз де болады, егер үлкен ыдысыңыз үлкен болып жатса, бұны бөлудің де керегі жоқ, ешқандай. Түп жағын алып тастасаңыз да болады, алмасаңыз да болады, бірге сүйегімен болады. Мына етін қалдырып, бір жаққа сүбе етін қалсын. Төсі, төс еті. Төсті жеке қояйық. Төс еті. Төс етін ендігі мәселеде бұны тоже оспалап тілейік. Мына жағында мойынның етіге қалады. Бұл жерде біз жемейтін, адам жеуге жарамайтын бездері бар, соны алып тастаймыз. Мойында. Бұл мойынның үш жағының еті кеткен, кеңірдекті бөлген кезде қалған еті ғой. Тіліп, бұлайнан тілсек те болады. Осылай тіліп, бұдан стейк істесек те болады. Сүбе еті ғой, сүбе қабырғасының еті. Бұны кесіп алсақ, бұны төстің еті. Өте керемет, өте дәмді болады бұл. Сүбесі. Келесі құйрық. Құйрығымыз көріп тұрғандарыңыздай май, өте керемет, дәмді, мықты, күш қуатты беретін құйрықты. Бұрынғы кезде айтады ғой. Асық ойнаған азар, топ ойнаған тозар, бәрінен де құйрық, бәрінен де не дейді? Бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар дейді. Сондықтан да құйрық бұл өте керемет. Жеген адамдар енді білет, жақсы көріп жейтін адамдар. Бұны және тағы оспаласақ болады. Көп жерде оспалаудың керегі жоқ. Кейбір адамдар оспаламайды да, тұздау үшін біз оспалаймыз. Мына жерінде кішкентай құйымшағы қалады. Бұл құйымшағы осы құйрықпен бірге болады. Керек емес жағдайда бұны алып тастасаңыз болады. Біздің нұсқамызда бұл қалады. Бөлдік. Және құйрық. Бұл дайын. Келесі құйымшақ. Құйымшақты тұштақайларға. Бұны ешкімге бермеу керек. Жас балаларға, әсіресе үлкендерге береміз. Құйымшақ жесең тұштаң ет мен секілді. Бір орында тұрмай кетесіңдер. Құйымшақты көп жегемін ғой мен. Енді соңғы бізде қалған мойын. Бұл кімнің сыбағасы десеңіздер, бұл жаңа туған келіннің, жаңа босанған келіннің сыбағасы. Бұл мойынның еті қатты болады. Мойынның етін көп ешкім алмайды ғой, сондықтан бұны фарш жасайды көбі, сиырдың етінен. Ал енді қойдың еті кішігірім ғой, бұны қуырсаңыз пісіп кетеді. Енді бұны қалай бөлеміз? Бұның сыртындағы етін сылып аламыз. Жұқалап етін сыламыз,
көріп тұрсыздар. Қалап етін сыламыз. Етін жұқалап сылдық. Осы мойынға етін қалдырамыз бірақта. Жеке алып тастамайыз, мойынмен бірге қалады еті. Бұны және тілеміз. Бұл осу деген өте керемет. Бұл сүрленген ет болады. Бұған тұздасаңыз, жілік тұздап қоясыз, бір күн тұрады. Ертесінде жайық қойсаңыз керемет болады. Мойында осылай бүтіндей күйде асады. Асқаннан кейін тазалап мұжиды. Сосын жаңа туған баланың мойны қатты болсын деген ырыммен жіп өткізіп босағаға іліп қояды. Бұл да бір қазақтың ырымы. Мінекей жігіттер, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қазір енді келесі сабақтарда бұл жілік деген асым етімізді табаққа қалай тарту керектігін, қандай жер кімге беретінін көрсететін боламыз. Мінекей жігіттер, бір қойдан осынша отход дейді ғой, керек емес жемейтін еттер шығады. Бір 300 грамм, 200 граммдай ет. Бұл желінбейтін нашар еттер. Бұны алып итімізге, мысығымыздың бұл несібесі.